келген, имам Бухариде де келген, Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға келіп сүйіншілейді. Я Алланың елшісі, сүйінші болсын, сен қуанасың ба, разы боласың ба? Раббың саған айтып жатыр, сәлем айта. Егер сенің үмметіңнің ішінен біреу күніне жалпы жоқ дегенде бір салауат айтса, үмметіңнен біреу бір салауат айтса, Раббым айтып жатыр саған, мен ол пендеңе дегенде, пендеме сенің үмметіңе, саған салауат айтқан, оған 10 салауат айтамын деген. Осыған разы боласың ба деп сұраған. Разы боласың ба деген. Жәбірел періште. Я Алла тағаланың сәлемін жеткізе отыр, айтып тұр. Раббым саған айтып жатыр, сенің үмметіңнен біреу саған салауат айтса, мен оған салауат айтамын. Сонда пайғамбарымыз неге қуанды? Өзі үшін қуанды ма? Жоқ дейді. Үмметінің дәрежесі осы салауатпен өсетіндігіне қуанды дейді. Раббысы не істеп тұр? Пайғамбарымызды қолдана отыра, міне мағынасы.